Сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Маған тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздермен өте жұп-жұмсақ, өте дәмді болып шығатын қолдан жасалған нанның рецептісімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 1 кесе су, 1 стакан сүт, сұйық май, тұз, шекер, ұн қажет болады. Барлығын жақсылап араластырып алып, ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қамыр илейтін боламыз. Қамырымызды илеп алғаннан кейін жарты кесе сұйық майымызды қамырымыздың үстіне құйып жібереміз. Ол өте жұп-жұмсақ қылады. Қолымыздың көмегімен басып, бетін жауып 1 сағатқа көтерілуге қойып қоятын боламыз. Біздің қамырымыз көтерілді. Көтерілген қамырымызды бірнеше бөліктерге бөліп, тағы да бетін 15 минутқа жауып қойып қоятын боламыз. Біз көтерілген қамырларымызды 2 реттен қайталап, қолымыздың көмегімен басып, көтерілуге бетін жауып қойып қоямыз. Сол кезде нанымыз әдемі болып шығады. Мен табамды қыздырып алдым. Қыздырып тұрған табаның үстіне кішкене мөлшерде сұйық май құйып жібереміз. Біздің нанымыз жабысып қалмас үшін дайын болған қамырымызды үстіне қойып жаятын боламыз. Нанның бетіне жұмыртқа немесе айран жақсаңыздар болады. Мен айран жақтым, өте әдемі жылтырап шығатын болады. Біздің бірінші нанымыз пісіп шықты. Дәл осылай екінші қамырымызды да табамыздың үстіне жабыстыра отыра, екінші қамырымызды пісіріп алатын боламыз. Біздің нандарымыз керемет болып пісіп шықты. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Назым. Мені көргендеріңізге рахмет. Қош сау болыңыздар.